Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді таңғы рецептімен бөлісетін боламын. Небәрі 20 минутта дайын болатын. Бізге осындай лаваш қажет болады. Лаваштың үстін осылай майонезбен әрлеп шығамыз. Майонез менде рябын алдым. Сіз қалауыңызша ұнатқан майонезіңізді алсаңыз болады. Тағы да бір айта кететін жайт, егер де сізге ПП таңғас, диеталық таңғас қажет болса, майонездің орнына қаймақ қолдансаңыз болады. 10-15%. Одан соң салмасына осылай жұмыртқа, шұжық және де қияр салатын боламыз. Барлығын жуып, пісіріп, кесіп дайындап қойдым. Кезекпе-кезек дәл видеодағыдай қылып салып шығамыз. Толықтай астына видеоға жаза кететін боламын. Не қажеттігі жөнінде осылай барлығын қорап шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай екі жағын бір-біріне айқастырып, рулет тәрізді қылып орап шығасыз. Одан соң қызып тұрған табаға екі жағын сәл қызартып аласыз. Сол кезде сіздің лаваштан жасалған таңғасыңыздың сырты одан сайын қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Мінекей сізге арнайы кесіп көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі тез жасалатын таңғас. Егер де сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.